Бұл қайтыс болған қызымен байланысқа түсуге тырысқан ананың оқиғасы, бірақ қателесіп бір рухты оятып алады. Сол рух оның бүкіл өмірін қиратпайды. Шын мәнінде не болды? Келіңіздер, біліп көрейік. Оқиға ауылда басталады. Түннің ортасында Винсент есімді ер адам егістік алқаптармен жүріп келе жатады. Ол өте бай, ауылдағы ең бай адам. Кенеттен ол таңғажайып ысқырық дыбысын естиді. Әрекет етуге үлгермей, бір көлеңке, адам емес екені анық нәрсе оған артынан шабуыл жасайды және Винсент өлтіріледі. Ол көлеңке кім еді? Сабыр етіңіздер, бәрі ашылады. Оқиға алға жылжып, келесі сахнада біз басты кейіпкерлермен танысамыз. Сиба және оның әйелі Никки. Сиба Винсенттің ұлы. Әкесінің өлгенін естіген соң ол көп жылдан кейін әйелімен бірге ауылға оралады. Бірақ соңғы бірнеше айда олардың өмірі құлдырап кеткен. Бірнеше ай бұрын олардың қызы Дэнни қайтыс болды. Содан бері Сиба мен Никкидің екеуі де өмір сүруге қиналып жүр. Никки қызын әлі ұмыта алмайды. Ол үнемі өзінің немқұрайлылығы Дэннидің өліміне себеп болды деп сезінеді. Сиба оны жұбатып, өкініш енді ештеңені өзгертпейтінін, енді олар бірге күшті болуы керектігін айтады. Ақырында олар үйіне жетеді. Изабель Сибаңның анасы ұлын көрген соң көз жасына ерік береді. Изабель Никкиді ешқашан ұнатпаған, өйткені Сиба ауылдан қалаға кетіп, ауылдан алыстап кеткеніне оны кінәлайтын. Дегенмен ол тікелей ештеңе айтпайды. Барлығы қайғырып жатыр. Мұның бәрі Никкиге қызын еске түсіреді. Сол кезде ол Чана Винсенттің қаншайымы да байқайды, ол да қатты қайғырып тұрған сияқты. Көп ұзамай барлығы Винсенттің денесін зиратқа апарады. Жолда олар тып-тынық, шөлейт орман арқылы өтуі керек. Сол жерде Никки бір түрлі адамды байқайды. Оның бірдеңесі мазасыздандыратын. Ол қорқады, бірақ елемей жүре береді. Түн түседі. Изабель әлі де жылап отыр, ал Сиба мен Никки оны жұбатады. Үйде Петр есімді қызметші бар, ол тамақ пісіріп, үй жұмыстарын атқарады. Никки онымен алғаш рет танысады, және Петр аны өте мейірімді деп табады. Барлығы отырып әңгімелесіп отырғанда, Изабель кенеттен сұрайды. Неге олар сонша аз киім келген? Сонда Сиба өз жоспарларын айтады. Әкесі қайтыс болған соң ол және Никки ауылдағы барлық мүлікті сатып, қалаға мәңгілікке көшуді ойлап отырғанын айтады. Ол тіпті Изабельге өзімен бірге қалаға көшіп, үлкен үйде бақытты өмір сүруді ұсынады. Бірақ мұны естіген Изабель ашуланып кетеді. Ол Сибаны бетке басып. Біз сені қалаға оқуға жібердік пе, бізді ұмыту үшін? Сен ауылды, әкеңді және мені тастап кеттің. Неге біз қалаға баруымыз керек? Бізде жер бар, егістіктер бар, үлкен ферма бар. Неге біз осында өмір сүрмейміз? Дейді. Бірақ Никки мен Сиба осында қалуға құлықсыз. Сиба анасын көндіруге тырысып. Мұнда біз үшін не бар? Электр жоқ, үстіне жабайы аңдар адамдарды оңай өлтіреді деп естідім дейді. Сонда анасы түсіндіреді. Бұл ешқандай аңның ісі емес, бұл тайпа. Изабель оларды сыртқа шығарып, орманның тереңінде, фермаға жақын жерде жүздеген жылдар бойы бір тайпа өмір сүріп жатқанын айтады. Ол тайпа рухтарды шақырып, олармен байланысады. Олардың қара магиямен фермаларды қиратпай, бүкіл ауылды бақылауға алу үшін қолданатыны айтылады. Бірақ әкең ауылдың басшысы, бас июден бас тартты және ауылды сол қарғыс тайпадан қорғауға ант берді. Енді әкең жоқ, сен оның орнына көшбасшы болып, ауылды қорғау үшін осында қалуың керек. Изабель ұлынан өтінеді. Сиба бас тарта алмайды. Ақырында олар бірнеше күн осында қалуға шешім қабылдайды. Сол түні Никки мен Изабель әңгімелесіп отырғанда Чана келіп қалады. Ол қатты қайғырып, Винсентті сағынып жүр. Никки оның ауыртпалығын жақсы түсінеді, өйткені өзі де қызын Дэнниді сағынады. Ол Чаноны сыртқа шығарып жұбатады. Бірақ кенеттен бір таңғажайып нәрсе назарын аударады. Петр фермаға от қойып, өзіне бірдеңе деп сыбырлап тұр. Никки таңғалады. Петр не істеп жүр? Ол оған қарай жүреді. Бірақ Петр ашығыл айтады. Кет, өте қауіпті жер. Кет және ешқашан оралма. Сосын Петр орманға қарай жүгіріп кетеді.
Енді Никки де қорқа бастайды. Бірақ ол артына бұрылғанда ысқырық дыбысын естиді және ол жақындап келеді. Бұл дыбысты естіген Чано орманға қарай жүгіріп кетеді. Никки оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол тыңдамайды. Ол оның атын шақырады, бірақ Чано еш жерде көрінбейді. Қорыққан Никки үйге қайта жүгіреді. Келесі күні таңертең ол Чаноны күтеді, бірақ ол әлі оралмаған. Ақырында ол Петр аға барып, түнде не істегенін сұрайды. Петр түсіндіреді. Ол үйді рухтардан қорғауға тырысқан. Сондай-ақ ол таңғаларлық нәрсе ашады. Ол бұрын сол тайпаның мүшесі болған, кейін кетіп, осы үйге жұмыс істеуге келген. Чано әлі оралмаған. Петр оған алаңдай бастайды. Ол Чаноны іздеп орманға кіреді. Бірақ ешқандай із табылмайды. Ол барған сайын тереңірек кіреді. Ақырында бір көпірге жетеді. Көпірдің арғы жағында сол тайпа. Чаноны іздеп жүріп, Никки де сол тайпаға жетеді. Ол көрген нәрсе қорқынышты. Олар бір қатар рәсім өткізіп жатыр. Рух шақырып жатқан сияқты. Оның көз алдында олар бір жас қыздың денесіне рух шақырып салады. Бірақ бұл рух қарапайым рух емес, Никкидің қызы Дэнни. Дэнни оған қарап: Ана, келші. Мен сені өте сағынып қалдым дейді. Ол сөйлеген бойда барлық тайпа мүшелері Никкиді байқап қояды. Олар жетіп үлгермей, Никки қашады. Бірақ Дэннидің дауысы оның құлағында үнемі жаңғырып тұрады. Сол дауыс қайта-қайта. Никки не шын, не жалған екенін ажырата алмайды. Дэннидің рухы шынымен осы әлемге оралды ма? Ол әлі ойлануға үлгермей, орманда оны іздеп жүрген Сиба келіп, Никкиді үйге алып кетеді. Никки оған бәрін айтады. Бірақ Сиба оны тыныштандыруға тырысады. Ол тайпаны алаяқтар деп, олар бізді алдап, ақша мен жерімізді тартып алғысы келеді дейді. Біздің қызымыз кетті және ол ешқашан оралмайды дейді ол кетіп бара жатып. Бірақ Никки қызын ойынан шығара алмайды. Ол қызымен соңғы рет сөйлесуге өте құштар. Сондықтан ол Петр аға барып бәрін айтады. Мұны естіген Петр қорқады. Ол Никкиге ол рәсімді көруге ешқашан тиіс емес екенін ескертеді. Мұндай рәсімдерді көрген адамдарды рухтар қуып жүреді. Ол оған енді ол жаққа бармау керектігін айтады. Бірақ Никки өтінеді: Маған қызыммен бір-ақ рет сөйлесуге мүмкіндік бер. Рухты шақыршы. Петр бас тартады. Ол мұндай рәсімде ең кішкентай қателіктің өзі қауіпті. Рухты шақырып, ол өлтіруі мүмкін екенін ескертеді. Ол оны тоқтатуға барын салады. Бірақ Никки енді бекініп қалған. Не болса да қызымен сөйлесуі керек. Келесі күні ол күйеуіне ештеңе айтпай, тайпаға қайта барады. Бұл жолы ол тайпа жетекшісімен кездеседі. Бәрін айтып, қанша ақша керек болса беремін, қызымен бір рет сөйлесуге мүмкіндік бер дейді. Жетекші сол қыздың рух шақыру үшін қолданылғаны және ол қазір өліп қалғанын, енді қауіпке бара алмайтынын түсіндіреді. Ол Никкиге кетуін айтып, жіберіп салады. Никки не істерін білмей тұрғанда, лорд есімді тайпа мүшесі оны тоқтатып: Менің қызым рухтарды шақыра алады. Ол сенің қызыңның жанын өз денесіне түсіре алады. Бірақ ақша керек. Мен қызымды қалаға апаруым керек дейді. Никки келіседі. 2 күннен кейін үңгірде Дэннидің рухын шақыру үшін кездесуді шешеді. Никки қуанышқа толы. Ол үйге оралады, бірақ ешкімге ештеңе айтпайды. Бір жағынан Никки бақытты, екінші жағынан Сиба әкесінің апаттан өлмегенін түсіне бастайды. Мүмкін оны тайпа өлтірген. Оның ішінде ашу ыза өршиді. Ол кек алғысы келеді, бүкіл тайпаны жойғысы келеді. Никки мұның бәрінен хабарсыз, Петр амен серуендеп жүреді. Ол Петр адан: Айтшы, сендердің тайпаң шақырған рухтардың ішінде ең қауіптісі қайсы? Деп сұрайды. Петр жауап береді: 100 жыл бұрын бір бала болған. Ол адамдарды өлтіруді ұнататын. Әкесі тоқтатқысы келгенде өз әкесін өлтірген. Ауыл адамдары білген соң оны жүзім бұтақтарымен байлап өлтірген. Бірақ өліп жатқанда ол айқайламаған, жыламаған, тек күліп, ысқырып тұрған. Оның рухы әлі осында жүреді. Егер шақыру рәсімі қате өтсе, оның рухы келеді. Тайпа оны ысқырықшы деп атайды.
Егер ол қателесіп шақырылса, ол барлығын өлтіреді. Тайпаның өзі одан қорқады. Бұл әңгімені естіген Никки қорқады, бірақ қызымен сөйлескісі әлі де келеді. Келесі күні ол ақшаны алып, лордтың қызы Дженниге барады. Ол рухты 2 рет шақырған, бұл 3-ші рет. Бұл жолы Дэнниді шақыру үшін. Ақырында рәсім басталады. Лорд Никкиге ескертеді. Не болса да мына сызықты кесіп өтпе. Өтсең, ысқырықшы келеді. Көп күш салғаннан кейін Дэннидің рухы пайда болады. Ол анасына: «Ана, кетші, кет. Ол сені өлтіреді» дейді. Мұны естіген Никки үрейленіп, сызықты кесіп өтеді. Және сол кезде ысқырықшы оянады. Ол алдымен Дженнидің денесін иемденіп, лордты аяусыз өлтіреді. Қорыққан Никки өмір үшін қашады. Қалайда күйеуіне жетіп, бәрін айтады. Тайпа кінәлі емес, мұның бәрі ысқырықшының ісі, сол жауыз рух. Бірақ Сиба тыңдамайды. Ашуға толы ол адамдарын жинап, тайпаға шабуыл жасауға аттанады. Никки не істерін білмейді. Изабель оған енді отбасыны құтқару оның міндеті екенін айтады. Никки Петр адан көмек сұрамақ болады, бірақ Петр аның бөлмесіне кіргенде таңғаларлық нәрсе көреді. Петр ысқырықшыны шақырып жатыр. Яғни оны оятқан Петр. Бірақ неге? Петр Никкиге түсіндіреді. Винсент олардың бүкіл тайпасын жойғысы келген. Олар оны ештеңеге зияны жоқ, тек тыныш өмір сүргісі келетінін көндіруге тырысқан, бірақ Винсент тыңдамаған. Отбасын қорғау үшін Петр ысқырықшыны шақырған. Бірақ ысқырықшы ешкімнің бақылауында болмаған. Ол Винсентті өлтірген және енді еркін. Никки Петр адан көмек сұрап, ысқырықшыны тоқтату керектігін айтады. Петр оны тоқтатудың жалғыз жолы ол иемденіп тұрған денені жою екенін айтады. Бұл ысқырықшының рухын біраз уақыт тыныштандырады. Бірақ Никки Дженниді өлтіруге көнбейді. Ол өз қызынан айырылған, енді басқа баланы жоғалтқысы келмей. Никки мен Петр ысқырықшыны тоқтату жоспарын құрып жатқанда, екінші жақта Сиба адамдарымен орманға кіреді. Бірақ ысқырықшы оларды бірінен соң бірін аяусыз өлтіреді. Сосын ол Никкидің үйіне бет алады. Никки Изабельге кету керектігін, өзі ысқырықшыны ұстайтынын айтады. Бірақ тым кеш. Ысқырықшы келіп, алдымен Изабельді өлтіреді. Ол Никкиге шабуыл жасайын деп тұрғанда, Петр мен Никки оны торға қамап үлгереді. Көп ұзамай Сиба және ауыл адамдары келеді. Олар ысқырықшыны тоқтату үшін Дженниді өлтіруге дайын. Бірақ Никки оларды тоқтатады. Оның жоспары бар дейді. Ол Петр белгі береді. Петр ысқырықшының рухын Дженнидің денесінен Никкидің денесіне ауыстырады. Қысқа сәтте Никки бақылауды қайтарады және сол сәтте өзін өзі өлтіреді. Никки өзін құрбан етіп, тайпаны және барлығын құтқарады. Мұны көргеннен кейін олардың арасындағы барлық өшпенділік аяқталады. Сиба Никкиді оятуға тырысады, ал екінші жақта Никки ақырында қызымен қайта қауышады. Қызы оған әкесіне баруын айтып, мұның бәрі оның кінәсі емес, оның уақыты жеткенін айтады. Сосын Никки оянады. Ол тірі. Никки аман қалады. Ол тайпа мен ауыл адамдарының арасына бейбітшілік орнатады. Бәрі аяқталады. Енді Никки мен Сиба үйге қайтып бара жатыр. Бірақ күте тұрыңыздар. Ысқырықшы шынымен кетті ме? Жоқ, ол әлі тірі, жаңа денені күтіп жүр. Бұл оқиғаның жалғасы болатын сияқты. Сіз не ойлайсыз? Пікірлеріңізді жазыңыз. Осы каналға жазылыңыз, осы сияқты тағы да көп оқиғалар үшін.